қыздар, біз тура осындай основа салып аламыз. Мен әзір мына жерді жабыстырып қойғам. Қазір ажыратып сіздерге көрсетейін. Мінекей, основамыз біздің бірінші осылай тұрған. Міне. Көрдіңіз ба, осылай тұрды. Сонда бізде выточка, мына выточка и мына выточка болып тұр. Енді бізге мына принцесса выточканы салу үшін біз бұны мына сызығы манан мына сызықты біріктіреміз. Міне бүйтіп қойып, мінекей мен клеит етіп қойдым. Қарасаңыз, мінекей қанша сантиметр ашылды. Енді мен бұлай сызып қойғам иректеліп. Бұны да бүйтіп қырқып аламыз. Міне осылай қырқып алғаннан кейін бұны біз міне бұлай ашсақ осындай болып шығып тұрады. Мінекей көрдіңіз ба? Уже бұл жерде бұл етек өте кең болады. Мынаны ұштар тігілгенде көрдіңіз қалай кең. Қазір осыны матаға салып көрсетемін. Ол үшін мен мынандай матамды алып аламын. Бұны бүктеймін, бүйтіп мінекей бүктедім. Енді міне алды бүтін шығу үшін біз осыны мына жерге қойып аламыз. Міне бүктейміз да, осылай қойып, міне мына жеріне ешқандай артық қоймай, осылай қойып, біз бұлай сызып аламыз. Енді мына жерін біз бұны түзу қылып сызамыз. Мінекей бұны мына жердегі неменен, міне бұлай қойып, осылай бүйтіп сызып аламыз. Міне сызып алдық. Қазір мен осыны мінекей бұлай сызып алдық та, бірақ біз 1 сантиметр запас алып алдық бұл жерден. Міне көрсеңіз, осылай шықты. Енді біз келесі бетін сызамыз. Оны да осылай мата алып аламыз. Мінекей матамызды алдық. Енді осыған мынаны саламыз. Осыны салып, қырқып аламыз бұны да. Бұны да қырқар кезде мына жердегі нүктеменен, мына жерде запас болу керек, бері ортасына қоя береміз. Белден мына жақ, мына неге шейін, тағы бері тарту керек екен. Мінекей, осылай қойып сызып аламыз. Мына екінші нүктеге шейін. Өйткені мынаны біз тегіс болу үшін салдық. Міне осылай сызып аламыз. Лай бүйтіп міне. Мыняққа запас қоспаймыз, өзінде бар. Мінекей осылай алып, қазір қырқылын көрсетемін. Мінекей, мен мыняғынан және де 1 сантиметр запас алып алдым. Мыняққа запас қоспадық. Өйткені өзінде тұр. Міне осылай пішіп аласыздар. Мінекей біз қырқып, екеуін бұлай қатар қойдық. Енді біз осыны бұлай, мынаны да бұлай жалғастырған кезде, көрдіңіз, белі жіңішкері, мына етек кең болып тұрады.